Ағылшын тілінің 8-ші сабағы. Біз алдыңғы сабақтарда I read a book, мен кітап оқимын, I'm reading a book, мен кітап оқып жатырмын деген сөйлемдермен танысқан болатынбыз. Қазір біз басқаша сөйлем құраймыз. Мен кітап оқи аламын деп ағылшынша қалай жасаймыз? Бізге көмекке can деген етістік көмекке келеді. Бұл етістік өздігінен мағынасы жоқ етістік, бірақ негізгі етістікке қосылу арқылы негізгі етістіктің мәнін өзгертетін етістік. Бұндай етістіктерді модальді етістік деп атайды. Сонымен сөйлемді құрайық. Әуелі негізгі сөйлемімізді жазып алайық. I read a book, мен кітап оқимын. Ал can деген модальді етістікті негізгі етістіктің алдына қойсақ болғаны, сөйлем мен кітап оқи аламын деген сөйлемге ауысады. Енді барлық есімдіктермен жіктеп шығайық. Сонымен басқа есімдіктермен жіктеп шықтық. We can read a book. Біз кітап оқи аламыз. Сен кітап оқи аласың. Мысалы, ол кітап оқи алады. Олар кітап оқи алады. Ол деген кезде біз білеміз негізгі етістікте негізі S жалғауы бар, бірақ can деген модальді етістік қосылғандықтан S жалғауын жалғамаймыз. Басқа да мысалдар жасайық. Мысалы, he can swim. Ол жүзе алады. I can draw. Мен сурет сала аламын. They can drive a car. Олар машина айдай алады. I can understand English. Мен ағылшынша түсіне аламын. We can cook. Біз тамақ пісіре аламыз. Егер can деген етістік модальді етістік болмағанда, ол сөйлем кәдімгі сөйлем болатын еді. Ол жүзеді, мен сурет саламын. Ал can арқылы мен бір нәрсені істей аламын, қолымнан келеді, ол істей алады, қолынан келеді деп сөйлемдерді жасаймыз. Ал енді мен кітап оқи алмаймын, ол кітап оқи алмайды деп болымсыз сөйлемдерді қалай жасаймыз? Өте оңай. Бар болғаны not деген сөзді can деген сөзден кейін қосамыз. Ол екеуі бірге жазылады. I cannot read a book. Мен кітап оқи алмаймын. They cannot read a book. Олар кітап оқи алмайды деп сөйлемде жасаймыз. Cannot-ты can't деп қысқартып айтса да болады. Мысалы, ол жүзе алмайды дейік. He can swim. Мен сурет сала алмаймын. I can't draw. They cannot drive a car. Олар машина айдай алмайды. Мұнда мен қысқартпай пайдаландым. Қысқартқан түрінде, яғни қысқартылған can't деген сөзді пайдалануға болады. They can drive a car. Немесе I cannot understand English. Немесе I can't understand English. Мен ағылшынша түсіне алмаймын деген болымсыз сөйлемдер жасаймыз. Ал сұрақ сөйлемге қалай айналдырамыз? Өте оңай. Бар болғаны can деген модальді етістік есімдіктің алдынан шығады. Сонда сөйлем сұрақ сөйлемге айналады. Мен кітап оқи аламын ба? Біз кітап оқи аламыз ба? Сен кітап оқи аласың ба? Немесе мына мысалдармен жасақ. Can he swim? Ол жүзе алады ма? Ол сурет сала алады ма? Олар машина айдай алады ма? Can I understand English? Мен ағылшынша түсіне аламын ба? Can we cook? Біз тамақ пісіре аламыз ба? Деп сұрақ сөйлемге де айналдырдық. Және біз тағы бір модальді етістік түрімен танысамыз. Ол модальді етістік could деген етістік. Бұл can деген етістіктің өткен шағы. Яғни can деген модальді етістікпен мағынасы бірдей, бірақ сөйлемдерді өткен шақта жасаймыз. Мысалы, I could read a book. Мен кітап оқи алатын едім. We could read a book. Біз кітап оқи алатын едік. You could read a book. Сен кітап оқи алатын едің. She could read a book. Ол кітап оқи алатын еді. Немесе мына сөйлемдермен жасайық. He could swim before. Before деген алдын деген сөз. Бұрын, алдын. Алдын ол жүзе алатын еді. Білмеймін, қазір ұмытып қалған ба, жүзе алмай қалыпты деп айтамыз. Немесе I could draw before. Мен сурет сала алатын едім бұрын, ал қазір сурет салмай ұмытып қалыппын деп сөйлемдер жасай аламыз. Мысалы, they could drive a car. Алдын олар машина айдай алатын еді. Мысалы, алдын олар көзілдіріксіз машина айдай алатын еді. Қазір енді көзілдірік кимесе машина айдай алмайды деп айтамыз. Мысалы, яғни they could drive a car before, алдын айдай алатын еді, but they cannot деп сөйлемді жасайық. They could drive a car before, but they cannot drive a car now. Екеуін бірігіп жасайын.
олар алдын машина айдай алатын еді, ал қазір бірақ олар машина айдай алмайды. Now деген қазір олар машина айдай алмайды. I could understand English. Алдын мен ағылшынша түсінетін едім. Мысалы, мына сөйлемді былай жасайық. We couldn't деп айтайық. Біз алдын тамақ пісіре алмайтын едік. Ал қазір пісіре аламыз деп айтамыз мысалы. Бірақ қазір, but now we can cook. Бірақ қазір біз тамақ пісіре аламыз. Сонымен біз бұл сабақта екі модальді етістік түрімен таныстық. Can және could деген етістік. Мынау can деген етістік осы шақта мен істей аламын десе, ал could өткен шақта мен істей алатын едім деген мағынаны білдіретін модальді етістіктер. Бірақ бұл екі етістіктің қолданылу аясы бұнымен шектелмейді. Бұлардың қолдану ауқымы кең. Біз екінші қолданыс түрімен танысайық. Оны permission деп атаймыз. Рұқсат сұрауда немесе рұқсат беруде осы екі етістік пайдаланылады. Мысалы, былай. Can I take this book? Could I take this book? Мен мына кітапты алсам болады ма? Мен мына кітапты алсам болады ма деп аударылады. Яғни рұқсат сұралған кезде және рұқсат берген кезде бұл екі етістік осы және өткен шақта емес, керісінше бір-біріне синоним болып пайдаланылады. Мен мына кітапты алсам болады ма? Қазақша айтқанда болады ма, болмайды ма, рұқсат па, рұқсат емес па, бола ма, болмай ма деп сұраймыз. Яғни кітапты алсам болады ма? Кітапты алсам болады ма? Could I take this book? Бірақ екеуінің әрине айырмашылығы бар. Can ауызекі тілде бір-бірін танитын адамдар арасында айтылатын сөйлем, ал could кішкене can деген модаль етістіктің сыпайы түрі. Яғни, мысалы, кітапханашыдан сіз can емес, could I take this book? Мен кітапты алсам болады ма деп сыпайы сұраймыз. Осы сұраққа жауап берейік. Иә, болады дейік. Мысалы, yes, you can. Әрине болады, ала бер кітапты. Ал мына сұраққа да жауап берейік. Yes, you could деп айтуға болады, бірақ рұқсат берген кезде could деген етістік пайдаланылмайды, can деп айтамыз. Яғни, рұқсат беру үшін you could деп айтылмайды, you can деп айтамыз. Бірақ сұрау үшін, сыпайы түрде сұрау үшін could'ты осы шақта пайдалана аламыз. Осы рұқсат сұрағанда және рұқсат бергенде бұл екі етістікпен қатар тағы бір екі модальді етістік пайдаланылады. May және might деген етістіктер. Бұлардың да мағынасы осы can және could I take this book дегенге келеді. Сонымен осы екі етістікпен де сөйлем құрап көрейік. May I take this book? Yes, you may. Мен кітап алсам болады ма? Я, болады. May деген сөз could деген модаль етістіктен де сыпайырақ және ресми түрде пайдаланылатын, мысалы, танымайтын жерлерде, жұмыс орындарында қолданылатын модальді етістік түрі. Ал might I take this book деп әрине айтуға болады, ол да мен кітап алсам болады ма деп. Бұл тіптім қатты сыпайы түр және бұны көбінде үлкен кісілер пайдаланады дейді, және ағылшын тілінде бұл ескірген кішкене дейді, яғни адамдар бұл сөзді көп пайдалана бермейді дейді. Бірақ жалпы might деген модальді етістікте бар. Тағы да мысалдар жасайық. Мысалы, may I come inside? Could I come inside? Can I come inside? Мен ішке кірсем болады ма деп рұқсат сұраймыз. Яғни can ол кішкене біз танитын адамдар болса тікелей сұрай беруге болады. Can I come inside? Кірсем бола ма? Ал could және may кішкене сыпайы түрі, сондықтан may I come inside? Кірсем болады ма? Жай сыпайы түрде сұраймыз. Дәл солай may I ask one question? Бір сұрақ сұрасам болады ма? Сұрақ сұрасам болады ма? Сұрақ сұрасам болады ма деп осылай рұқсатты сұраймыз. Ал егер рұқсат беретін болсақ, онда былай пайдаланамыз. Мысалы, you can play with your friends after homework. Үй жұмысын жасағаннан кейін достарыңмен бірге далада ойнасаң болады. Яғни болады, ойнауға болады. Келесі, менің my umbrella, you can take my umbrella. Менің қол шатырымды алсаң болады. Ал егер біз кішкене сыпайы айтсақ, мысалы, сыпайы түрде, ресми түрде
ресми жерде отырып сондай сөйлем айтқымыз келсе, онда you may take my umbrella, менің қол шатырымды алсаң болады деп сыпайы түрде де айта аламыз, яғни рұқсат бере аламыз. Келесі, болмайды дегіміз келсе, онда you cannot smoke in this room, бұл бөлмеде темекі шегуге болмайды, рұқсат жоқ деп айтамыз. You can't go to the party, кешке сен бара алмайсың, баруға болмайды деп осындай сөйлемдер жасаймыз. Келесі, бұл 4 модальді етістіктің тағы бір қолдану аясы бар. Ол мүмкіндік немесе ықтималдылық деп айтады, possibility немесе probability. Ол қалай? Мысалы, мынандай сөйлем жасайық, I agree with this plan. Мен мына жоспармен келісемін. Жалпы бұл жаңағы present simple'дағы сөйлеммен келісемін, келіспеймін деп айтамыз. Ал енді мен келісуім мүмкін десек, I can agree with this plan дейміз. Яғни мүмкіндігі бар, мүмкіндік, possibility, мүмкіндік бар. Мен келісуім мүмкін, және мүмкіндік жоғары, көреміз, келісуім мүмкін деп айтамыз. Ал егер I could agree with this plan немесе I may agree with this plan десек, онда қазақшаға былай аударылады. Мен бұл жоспармен келісетін шығармын, мен бұл жоспармен келісетін сияқтымын. Яғни көреміз, келісетін сияқтымын, келісетін шығармын деп былай орташа ықтималдылықты айтамыз. Ал егер I might agree with this plan десек, онда бұның ықтималдылығы, probability, ықтималдығы өте аз. Яғни мына can, could, may'дан да аз. Келісетін сияқтым, бірақ білмеймін, көреміз, келсем ба, келіспеймін ба, жалпы келіскім келіп тұрған жоқ, бірақ келісетін де сияқтымын деп, яғни бұның ықтималдылығы өте аз. Сондықтан мүмкіндік және ықтималдылық кезінде бұл 4 модальді етістік ықтималдылықтың мүмкіндіктің жоғары және аз болуына байланысты пайдаланылады. Яғни мен жоспармен келісуім мүмкін, келісетін шығармын, келісетін сияқтымын, көреміз деп пайдаланамыз. Басқа да мысалдар жасайық. Prices can be high in London. Бағалар Лондонда, Лондон қаласында бағалар, заттың бағалары жоғары болуы мүмкін. Мүмкіндігі жоғары болуы мүмкін. Немесе alcohol can damage your liver. Алкоголь сенің бауырыңа зиян келтіруі мүмкін. Ал келесі сөйлемді үйренейік. He could be on the bus, they could come by car. Олар автобуста шығар, олар машинамен келетін сияқты, машинамен келетін шығар деп айтамыз. It may rain tonight. Бүгін кешке жаңбыр жауатын сияқты, жаңбыр жауатын шығар. We may be late for the meeting. Біз кездесуге кешігіп қалатын сияқтымыз, кешігіп қалатын шығармыз. Ал I might деген сөздер, ол тіптім ықтималдығы аз. I might go to a doctor. Мен докторға, дәрігерге баратын сияқтымын, көреміз, барам ба, бармайым ба. Мұнда if I win the lottery, I might buy a Ferrari. Егер деген сөз, if деген сөз, егер мен лотерея ұтсам, онда мен Феррари сатып алатын сияқтымын. Яғни ықтималдылығы өте аз, сондай бір жай айтқан, көреміз деп айтқан кезде might пайдаланылады. Ал шығар, сияқты деген кезде could, may. Ал мүмкін деген кезде can'ды пайдаланамыз. Яғни мүмкіндік, ықтималдылықта 4 етістіктің айырмашылығы осындай. Модальді етістіктердің келесі пайдалану түрі requests and offers. Өтініш және ұсыныстар. Өтініштер және ұсыныстар кезінде, мұндай кезде тек can мен could деген 2 модальді етістік қана пайдаланылады. Яғни өтініштер және ұсыныстар кезінде 2 модальді етістік қана пайдаланылады. May, might деген етістіктер пайдаланылмайды. Сонымен сөйлемдер жасап көрейік. Can you fix it? Маған жөндеп бере аласыз ба? Яғни өтініш жасаймыз. Жөндеп бере аласыз ба? Жөндей аласыз ба ғана емес, жөндеп бере аласыз ба мынаны? Can you wait for a moment? Кішкене мені күте аласыз ба? Can you help me? Маған көмек бере аласыз ба? Өтініш. Сосын ұсыныс жасайық. I can fix it. Мысалы, бір нәрсенің бұзылып қалғанын көрдікте, мен мынаны жөндеп бере аламын саған деп ұсыныс жасай аламыз.
Немесе I can do that for you if you like. Егер сен ұнатсаң, мен саған мынаны жасап бере аламын. Can I help you? Өзіміздің көмегімізді ұсыныс жасаймыз. Көмек берейін ме? Көмек керек пе сізге? I could give you a lift to the station if you like. Сен ұнатсаң, сен қаласаң, мен сені станцияға дейін апарып тастай аламын. Give a lift деген апарып тастау станцияға дейін. Сонымен өтініш және ұсыныстар кезінде бұл екі етістікті пайдаланамыз. Яғни сіз істеп бере аласыз ба? Әлде мен істеп бере аламын? Істей аламын емес, істеп бере аламын, көмек бере аламын деген кезде біз осы can және could етістігін пайдаланамыз. Және екеуінің негізгі айырмашылығы can кішкене танитын адамдарға айтамыз, ал could кішкене сыпайы түрі, танымайтын кезде, адамдарды білмейтін кезде could деген етістікті пайдаланамыз. Сонымен біз 8-ші сабақта can, could, may, might деген модальді етістіктермен таныстық және негізгі қолданысын үйрендік. Яғни қабілетті айту үшін, яғни мен мынаны істей аламын деген кезде can'ды қолданамыз, ал could деген сөзді өткен шақта пайдаланамыз. Мен істей алатын едім, мен жүзе аламын, немесе мен жүзе алатын едім деп айтамыз. Ол кезде мен мынаны істей алатын едім, істей аламын деген кезде may, might етістігін пайдаланбаймыз. Ал егер рұқсат сұрайтын болсақ, немесе рұқсат беретін болсақ, онда біз мына 4 етістігін барлығын пайдаланамыз. Бірақ can кішкене бейресми, танитын адамдарға тіке айтылатын модальді етістік түрі. Ал қалған could, may, might деген олар сыпайы түрлері, яғни рұқсат сұраудың сыпайы түрі. Мынау could деген сыпайы түрі болса, may одан сыпайырақ түрі, ал might өте қатты сыпайы түрі. Келесі қолданыс аясы мүмкіндік немесе ықтималдылық. Мұнда мүмкін, can'ді деген сөзді мүмкін, мысалы бағалар жоғары болу мүмкін, ал could'ті бағалар жоғары шығар, жоғары болатын сияқты деп could пен may'ді шығар сияқты деп айтамыз. Ал might бұл үшеуінен де ықтималдылығы төмен кездері might деген модальді етістікті пайдаланамыз. Келесі 4-ші қолданыс аясы ол өтініш немесе ұсыныс жасағанда, және ол кезде may, might пайдаланылмайды, тек can мен could пайдаланылады, және can ол кішкене бейресми түрі, ал could сыпайы түрі. Сонымен былай қарағанда, жалпы оңай болу үшін can'ді барлық кезде пайдалана беруге болады. Мейлі ол сыпайы болмаса да, жалпы үйрену үшін, ағылшынды практика жасау үшін can'ді барлық кездері пайдалана беруге болады.